Народное радиода «Жұлдыз жорамал». Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 2 сәуірге арналған жұлдыз жорамалын ұсынамыз. Бұл күн барлық мәселелерді ретке келтіруге қолайлы, бұрын жіберілген қателіктерді талдау қажет. Күн жаттығулар ораза ұстау немесе диета циклын бастау үшін жақсы. Бұл күннің кез келген бастауы қосымша қуат әкеледі. Жұмыста мұқият болыңыз. Сіздің басыңызға бұлттар жиналады. Басшылықпен немесе әріптестеріңізбен қарым-қатынастарыңыз нашарламау үшін сізге әдептілік көрсетіп, жағымсыз эмоцияларды сақтау қажет болады. Сізді маңызды және күрделі міндеттер күтіп тұр, және сіз олармен толықтай күресесіз. Жеке қатынастар тұрғысынан күн сәтті, жақындарыңызбен сөйлесу қуаныш сыйлайды. Бұл күні сіз кез келген кәсіби міндеттерді тез шеше аласыз. Іскери келіссөздерді тиімді жүргізе аласыз. Күтпеген жерден еліктіретін ұсыныс алуға сіз үшін жаңа көкжиектер ашатын адамдармен ынтымақтастықты бастауға мүмкіндік бар. Кәсіби қателіктер жасау ықтималдылығы жоғары, сондықтан мүмкіндігінше мұқият болыңыз. Отбасында қолайлы атмосфера орнайды, достармен жылы қарым-қатынас қуантады. Осы кезеңге кешенді келіссөздерді жоспарлауға болады. Авантюралық көрінетін жоспарлардан бас тартпаңыз. Алдымен жағдайлар сіздің пайдаңызға болмаса да бизнеске кірісу арқылы сіз жоспарларыңызды жүзеге асыра аласыз. Күш-қуатқа толы боласыз, үлкен істер жасауға ұмтылыс пайда болады. Кез келген тіпті қиын жағдай сіздің пайдаңызға айналады. Атқарылған жұмыстарды қорытындылауға кеңес беріледі. Іскерлік белсенділік жақсы жеміс береді. Күн жаңа танысу, ескі достармен кездесу және әріптестермен сөйлесу үшін қолайлы. Бос уақытыңызды босқа өткізбеңіз. Кәсіби мәселелермен айналысқанда абай болыңыз, табандылық танытыңыз, барлық талдау қабілеттеріңізді белсендендіріңіз. Сіз бұрын басталған жұмысты сәтті аяқтай аласыз. Жеке өмір мен істерге байланысты мәселелерді шешу үшін сізге белсенді болу керек болады. Бұрыннан келе жатқан проблемалар өздерін еске түсіре алады. Жақын адамдарыңызбен түсіністікке жете алмауыңыз мүмкін. Бұл күні жұмыста бәрі ойдағыдай болады. Сіз қолға алған кез келген істі соңына дейін жеткізіңіз. Бұл көп күш жұмсатпайды. Шарттарға қол қою және мәмілелер жасау кезінде сіз импульстың әсерінен әрекет етпеуіңіз керек. Сәуірдің 2-сіне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Народное радиода «Жұлдыз жорамал».